сәлеметсіздер. Енді мен сіздерге Lumia деген ойын сайтта қалай ойын құрастыруға болады, сол туралы айтып кеткім келіп тұр. Яғни Lumia дегенді жазасыз Google парақшасына, іздейсіз, және оны іздегеннен кейін мына жерде Lumia Pay Smart деп тұрады, сіз соны басасыз. Осыны басқаннан кейін сізге бет ашылады, және мына жерде сіз бұл жерде, яғни нені таңдайсыз, ойынды таңдайсыз, міндетті түрде Lumia-ны таңдайсыз. Lumia-ны таңдағаннан кейін бет ашылады. Бет ашылғаннан кейін енді сіз өзіңіз, яғни міндетті түрде сайтқа тіркелесіз ғой, сайтқа тіркеліп аласыз. Содан кейін барып сіздің алдыңызға бет ашылады. Осындай міндетті түрде, яғни бұл жерде арнайы сіз папка ашуыңызға болады. Міндетті түрде тіркелесіз. Бетті орысша аударып бәрін қарап алуға болады. Мына жерде мысалы атыңызбен, мысалы немесе датамен жасауға болады, папка ашуға болады. Қандай папканы, мысалы папкаға есім беруге болады мына жерде. Яғни мысалы менің жұмыстарым деп орысшаға аудармай-ақ бірден ағылшынша жазсаңыз, негізі бұл жерде уже ол қазақша болады міндетті түрде. Негізі ағылшынша тұрған жақсы. Ағылшынша нұсқасында сіз қазақша жазсаңыз, ол яғни өзгертілмейді. Міндетті түрде яғни. Енді сіз мына жасыл батырманы басқаннан кейін сіздің алдыңызда келесі бет ашылады. Мына жерде 12 түрлі ойын бар. Сіз осыны басасыз. Және бұл ойындардың ішінде мысалы сіз өзіңізге қажеттіні бірінші орысша аударып аласыз. Орысша оқып, анықтамалы оқып алғаннан кейін міндетті түрде оқып алыңыз. Өзіңізге қажеттісін таңдайсыз. Осының ішінде сізге қайсысы ыңғайлы, қайсысы сізге барады сабағыңызға, соны орысша оқып, егер қажет болса жазып алғаннан кейін қайтадан, яғни обновление жасап жіберіңіз. Себебі ол ағылшын күйіне қайта түсу керек. Сіз таңдап болғаннан кейін енді ойынды жасақтауға кірісесіз. Ол үшін, яғни кішкене күтесіз, аз ғана уақыт, бет ашылғаннан кейін барып ойын құрастырасыз. Яғни мысалы мына бір ойынды құрастырып көрейік. Яғни бұл толықтыру. Бұл жерде мысалы жаратылыстану, дүниетану сабақтарына, немесе ана тілде де енді барлық сабақтарда сіздің өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты құрастыруға болады міндетті түрде. Мысалы мен алатын болсам, мына суретті мына жерге енді мен оқушыларға осы сурет бойынша сұрақ құрастырамын. Мысалы мынау не? Төменнен бастап құрастыруға болады. Яғни мынау өсімдіктің бірінші несі болады? Тамыры. Одан кейін өсімдіктің тамырдан кейін не болады? Тамырдан кейін мына жерде сабақ болуы мүмкін да. Мына жерде сабақ болуы мүмкін. Сабақтан кейін мынау жапырақ. Жапырақтан кейін мынау гүл. Гүлден кейін мынау жеміс. Өсімдік мүшелерін жаз, мысалы. Өсімдік мүшелері немесе. Бұл жерде бұл толықтыру тестісі деп атауға болады бұл жерде. Оқушыларға сілтемесінде жіберуге болады, немесе онлайн ойнатуға болады. Егер сіздің кабинетіңізде арнайы интернет желісіне қосылған болса, тақтаңыз міндетті түрде компьютеріңізбен
сіз ойнатуға болады. Яғни мына жерде бірінші мысал басып қалады. Сұрайсыз оқушылардан, бұл не? Тамыр, қарайды, дұрыс екен дейсіз. Мынау жапырақ, мынау сабақ, мынау жемісі, гүлі деп осылай құрастыруға болады және қайтадан ойнатуға болады. Тағы да басқа ойын құрастырамын десеңіз, яғни осыны таңдайсыз да, мысалы тағы да басқа бір сұрақ, яғни сурет алып, кез келген суретті аласыз да, мен жануарлардың бір суретін алып едім. По-моему, бұл жүктелмей қалған сияқты. Үй жануарларының суретін алып едім. Мысалы, мына суретті қайтып алсақ, басқа сурет қой енді бұл. Мысалы, осыны алып құрастырып көрсек, яғни мына жерде гүлі, міндетті түрде дұрыс жауабын өзіңіз жазасыз. Мынау жапырағы, мынау сабағы және мынау тамыры. Осылай етіп жазасыз, финиш батырмасын басасыз. Атауларын жаз. Атауларын енгіз немесе. Сосын жем гүлі, мысалы сабағы, мынау өсімдіктің тамыры, мынау жапырағы деген сияқты. Осылай жасауыңызға болады. Яғни барлығын сіз осы Lumia деген сайтта, яғни қосымшада жасайсыз. Үш жерде барлығы берілген. Барлығын осы жерден жасайсыз. Ағылшынша берілген. Дегенмен де бірінші орысша барлығын қарап, оқып, танысып алғаннан кейін қайтадан обновление жасалып, сол парақшада сұрақтардың барлығын сіз өзіңіз сабағыңыздың жүру барысына, тақырыбыңызға байланысты ыңғайластырып құруыңызға болады. Және бұл жерде сіздің жұмыстарыңыз сақталады. Міндетті түрде сіз әрине тіркелесіз бұл жерге. Тіркелгеннен кейін сіз мына 12 түрлі ойынды, яғни шектеусіз пайдалануға болады. Әрине WordWall деген ойынға ұқсас, бірақ та мұнда енді бір жақсысы ойындар шексіз 12 ойын, әртүрлі вариантта, артына әдемі балаларды қызықтырып, фон қойып, өзіңіз қызықты онлайн ойындарды жасауыңызға болады. Іске сәт, сау болыңыздар.